Оқушылар, біз сіздермен жасанды интеллекттің түрлерін білеміз. Солардың біріне тоқталып өтетін болсақ, ChatGPT, OpenAI, Gemini және тағы да басқа. Осы жасанды интеллекттердің көмегімен балалар физика сабағында зертханалық жұмыстың дайын виртуалды түрі жасалған. Бүгін біз сіздермен осы жасанды интеллекттің көмегімен зертханалық жұмысымызды орындайтын боламыз. Олай болса балалар, алдымызда тұрған ноутбукты ашып, виртуалды зертханалық жұмысты орындайық. Ең бірінші, мына жерде отынның түрі ағашты таңдап алып, оның массасын өлшейміз. Массасын өлшегеннен кейін, оны ыдысқа салып жағамыз. Жағу үшін үстіндегі батырманы басамыз. Батырманы басқаннан кейін, бізде отын неше градуста жанып жатқан көрсеткіштерін жанындағы термометрдан көретін боламыз. Ұстазымның айтуынша, жасанды интеллект барлық пәнде қолдануға болады дейді. Осыншалықсы керемет пе? Жасанды интеллект. Бұл біздің ұлы Абай атамызды сөйлете ала ма екен? Адам ата-анадан туғанда есті болмайды, естіп көріп ұстап татып ескерсе. Дүниедегі жақсы, жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған. Есті болады. Керемет. Менің мектебім Ахмет Байтұрсынұлы атындағы емес пе? Ахмет атамның терең ойлары мен талғамды мұрасын көрсете алар ма екен? Тіл адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі. Сөйлегенде сөздің жүйесін, қисынын келтіріп сөйлеу қандай керек болса. Жазғанда да сөздің кестесін келтіріп жазу сондай керек. Ғажап. Алдына жан салмайтын сияқты. Есеп ше? Есептерді шешуге қабілетті ме екен? Осы жасанды интеллекті тілдерді бірден аударады деуші еді. Шынымен солай ма? Жасанды интеллект тілдерді үйрете ала ма екен? Қандай тілдерді біледі екен? Керемет. Осынша тілдерді әп-сәтте аударса ғажап қой. Жасанды интеллект тілдерді үйретуге айрықша қабілетті екен. Оның шексіз білім қоры мен жылдам өңдеу мүмкіндігі кез келген тілді меңгеруге жол ашатындығы рас болғаны ғой. Сәлем, адам баласы. Менің қандай көмегім қажет? Сәлем, сен барлық дүниені жасауға қауқарлы екенсің. Тағы қандай дүниелерді жасайтын мүмкіндіктерің бар? Жасанды интеллект әрбір оқушының деңгейіне, білім алуына, жеке қажеттіліктеріне қарай бейімделе алады. Жасанды интеллект негізінде оқу платформалары кез келген уақытта қолжетімді. Бұл оқушыларға бос уақытында өзіне қолайлы орында білім алуға мүмкіндік береді. Жасанды интеллект құралдары ойын элементтерін пайдаланып, оқу процесін қызықты ете алады. Және де жасанды интеллект мыңдаған онлайн платформаларды саған ұсынады. Керемет. Онда сіз маған ұстаз болыңыз. Жоқ адам баласы, мен саған барлығын бере алмаймын. Ұстаз жүрегі махаббат пен мейірімге, ынта ықыласқа толы. Адамгершілік қасиеттерін де бойына сіңіретін жандар. Этика, эстетикалық білім беруде ұстаздар қауымы қашанда алда. Ұстаз атаулы ұлы тұлғаны еш ғасырда ешкімде орнын алмастыра алмақ емес. Ұстазыңды құрмет тұт. Түсіндім. Рахмет сізге. Ұстаздың орнын ешкім алмастыра алмайды. Сіздердің еңбектеріңіз бен ықыластарыңыз үшін шексіз алғысымызды білдіреміз. Алғаш әніп танып
жасыймын мәңгі ұстаз лайық